Айшылы алыс шеңберден жылдам хабар жеткізді деген ыбырайдың сәрін атамыз. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 112 Наима Абдулқызы Ахмадиева атындағы орта мектептің 10-шы А сыныбы оқушысы Ерғазиева Назерке. Бүгін мен сіздерге болашақ экспонат айдарында Александр Степанович Поповтың ойлап тапқан алғашқы радиосы жайлы айтып өтемін. Бүгінгі тақырыпта қозғалатын 4 ұлы есімді кісі болады. Олардың аттары Генри Герц, Александр Степанович Попов және де Гуильермо Маркони және де Лида Форест. Александр Степанович Попов жайлы айта кетсек, Кронштадт қаласында офицерлер дайындайтын электротехникалық училищесінде оқытушы мұғалім ретінде жұмыс істеді. Генри Герцтің өз теориясында электромагниттік толқынның алыс қашықтыққа сымсыз жетуінің өзі күдік болып саналды. Осы теориясына Александр Степанович Попов өзі қызығып, осы теорияға қызығып, сымсыз сигнал аппаратын ойлап табуды қолға алды. Қазіргі таңда біз қолданып жатқан антенналардың өзін Александр Попов өзі ойлап тапқан. 1889 жыл бүкіл әлемдік көрініске құрастырылған Эйфель мұнарасы осы радио арқылы аман қалды. Себебі 20 жылдан кейін ол осы Эйфель мұнарасын бұзбақшы бөлшектеуге ұйғарылды. Бірақ радио пайда болғаннан кейін Франция еліндегі Париж қаласындағы Эйфель мұнарасындағы ең биік мұнараларға антенналар орнатылды. Қазіргі Францияның визит картасына айналған 7 кереметтің бірі Эйфель мұнарасы дәл осылай аман қалды. 1895 жылы 7 мамырда Попов физика-химия қоғамының мәжілісінде тәжірибе жасап көрсетті. Ол тәжірибеде Попов судың жағалауынан және 250 метр қашықтықта орналасқан кемеге сигнал жіберіп отырды. Ал кеме болса сол сигналды қабылдап алып сөзге айналдырып отырған. Ең алғашқы сөз неміс физикіне арнап морс әліпбиімен айтылған Генри Герц деген сөз болған. Алғашқы радионың құрылысына келетін болса, оларға реле, кагерер, тоқ көзі, қоңырау табақшасы, қоңырау балғасы, электр қоңырау жатады. Әлсіз электр өрісі кагерер арқылы өтіп, кагерер ішіндегі темір үгінділерін балқытады. Және сол темір үгінділерінен тоқ көзі шығып, тоқ көзі балғаға барады. Балға болса қоңырау табақшасын ұрады да сигнал шығады. Ал келесі темір үгінділері келесі сигналды алуға дайын тұрады. Әлсіз электр өрісі кагерер арқылы өтіп, кагерер ішіндегі темір үгінділерін балқытады. Және де бұдан қоңырау балғасы қоңырау таяқшасын ұрып сигнал шығарады. Және де темір үгінділер келесі сигналды қабылдауға дайын тұрады. 1896 жылы 24 наурызда Александр Попов осы құрылғыны дүниеге келеді. Қазіргі таңда Ресейде Попов жасаған сигнал қабылдағыш құрылғы музейлерде әлі сақтаулы. Бірақ қазіргі таңда Қызылорда қаласындағы облыстық өлкетану музейіне келіп, осындай радио бір түрін көріп кетсеңіздер де болады. Ал енді сіздерге екінші ғалым Гуильермо Маркони жайлы айтып кетейін. Ол итальян ғалымы. Гуильермо Маркони осы тәжірибенің толықтырушысы болып келеді. Ол яғды 1897 жылы осы тәжірибе арқылы сымсыз байланысты қолдану арқылы патент алады. Маркони тұңғыш рет Еуропа және ақш арасындағы Атлант мұхитының арасындағы радио байланысты жүзеге асырады. Попов ашқан жаңалықта өкінішке орай патент ала алмаған екен. Келесі айтатын ғалымымыз Лида Форест. Ол кісі осы әкеліне сигналдардың бәрін сөзге айналдырылып отырған. Лида Форест 3 электродты лампаны ойлап тауып, музыканы хабарлаған және де осы тәжірибенің нүктесін қойып кеткен. 1921 жылдың 29 қыркүйегінде осы Қазақстанға радио хабар таратуды ұйғарады. Және 1921 жылдың қазанында сол кездің астанасы Орынбор қаласында радио хабарлар орнатыла бастады. Ал бұл алдарыңызда тұрған 1970 жылы қолданылған радионың бір түрі болып келеді. Қазіргі таңда радио толқындарының түрлері өте көп. Мысалы, Шалқар, Астана, Классик, Дала FM және тағы басқалары. Оларды барлығы да қолжетімді болып келеді.
Қазіргі таңда радио өз жұмысын таңғы 6-дан бастап Қазақстан Республикасының ұлттық әнұранынан бастап 24 сағат бойы өз жұмысын жасап келе жатыр. Қорытындылай келе, бұл ақпарат құралдары жайлы екінің бірі біле білмейді. Ата-әжеміздің көзін бағалап, телефонын сәл болса да көз алып, шындықпен осы шынайы өмірмен өмір сүрейік. Назарларыңызға рахмет. Осы алдарыңызда тұрған ата-әжеміздің көзін көрген радионы Қызылорда облыстық өлкетану музейіне тарту етемін.